Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге Асел Серікқызы. Бұл чатбот сабағы. Бүгінгі сабақта біз Sailbot чатбот конструкторына регистрация жасауды бастаймыз. Регистрация жасау үшін Sailbot Pro сайтына кіріп, мына жерде регистрацияны басамыз. Сізде осындай бет ашылады. Жерде өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз, почта жазасыз. Парольді ойлап тауып, мына жерге оны қайталап, зарегистрироваться дегенді басасыз. Мен уже тіркеліп қойғандықтан регистрация жасалмаймын. Регистрация жасағаннан кейін сіздерде осындай бет ашылады. Жерде біз Sailbot'та жұмыс істеуді бастау үшін ең алдымен проект құрып аламыз. Проекті дегенге басамыз. Проектті басқаннан кейін сіздерде осындай бет ашылады. Осы жерде создать проект дегенді басамыз. Бұл проектке біз өз атауын береміз. Мысалға, мен Байдар Шоусы деп қоямын. Мына жерде біз часовой поездді таңдаймыз. Алматы, Омск. Кейін мына жерде бізге уже дайын шаблондар беріледі. Қаласаңыз, мына жерге біз промокод жазуымыз керек. Промокод бізде вот. Бұл промокод жұмыс істей ма, жұмыс істемей ма, соны алдымен тексеріп алуымыз керек. Өйткені кей жағдайда жұмыс істемеуі де мүмкін. Сол үшін біз проверить промокод деген басамыз. Не, промокод действующий. Готово. Проектті құрғаннан кейін бізге уже осында бет ашылады. Окейді басамыз. Біз Sailbot'ın ішіне кірдік. Енді келесі сабақта сіздерді Sailbot'ın интерфейсімен таныстыратын боламын.